Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы театр өнері және мәдениеті, жай сөйлем және оның түрлері. 3-ші тоқсанды біз аяқтадық. 4-ші тоқсанға аяқ басқан кезде жалпы театр өнерінің қыр-сырына байланысты көз жүгіртіп, сол жөнінде мәлімет жинақтайтын боламыз. Сабағымыздың мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты мәтіндерді оқу және талдау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану, ажырата білу. Грамматикаға кіріспес бұрын жалпы театр төңірегінде сөз қозғайтын болсақ, театр деген сөздің өзі грек тілінен аударғанда театрон ойын-сауық орны және ойын-сауық деген мағынаны білдіреді екен. Сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлар күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль, түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын-жай. Сіздер білесіздер, елімізде түкпір-түкпірінде, қай қаласында болмасын, жалпы облыс орталықтарында театр орталықтары бар. Соның ішінде Алматы қаласында біздің ең басты Әкем театр деп айтып жатады. Мұхтар Әуезов атындағы драма театр бар. Одан кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған Ғабит Мүсірепов атындағы театр бар. Одан бөлек орыс театрлары, опера және балет театры. Оның өз ішінен сан түрлі салаларға бөлініп жатады. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып, даму, өсіп өркендеу жолы әрбір ұлттың, әр халықтың өмір тұрмысымен, олардың жалпы тарихымен және тұрлаулы мәдениетімен тығыз байланысты. Басқа өнер түрлері сияқты театр өнері де қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады. Сіздер білесіздер, адам театрға барған кезде өмірден ой түйеді. Жалпы спектакль барысындағы өз әрекеттерін кездестіру мүмкін. Ол жерде барлық эмоция қамтылады. Қуаныш, реніш, өкпе, өтірік, сатқындық, достық, адалдық, шынайылық. Осының барлығы театрда көрініс тауып жатады. Сонымен қатар бізде қазіргі ғалымдар, сарапшылар айтады. Кинотеатрда, мысалы біз баратын болсақ, кино әлеміне, ол жердегі дубльдердің барлығы 10-нан, мысалы, ең кемінде 10 рет түсірілген, яғни қайта-қайта. Ал театрда адам бір-ақ рет ойнайды дейді. Ол жерде қателесуге мүлдем болмайды. Сондықтан да театрдың сахнасы қасиетті деп жатады. Біздің қазақ елінде, жалпы қазақ сахнасында тұңғыш болып қойылған біздің театрлық драма, ол бізде көріп отырғандар Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебек 1922 жылғы нұсқасы. Ол өзі бізде 1926 жылы 13 қаңтар күні тұңғыш театр шымылдығы ашылып, сол жерде сахналанған. Оған дейін білесіздер, Әйгерімнің ауылында, Ой-жайлауда осы театрлық сахналық қойылыммен Еңлік кебекті қойған болатын. Біз оны әдебиеттен де оқыдық. Кейін мінекей бұл кәдімгідей сахналанды. Сол кезде бізде сахнаға үлкен қызмет еткен Иса Байзақов сынды ақындар, жазушылар, тіпті өнер көрсеткен біздің актерларымыздың өзі Сұлтан Қожықов осы театр өнеріне үлкен ат салысып, неше түрлі спектакльдер жазып, драмалар жаза бастады. Оның ішінде Бейімбет Майлиннің болсын, Жүсіпбек Аймауытовтың болсын, бірнеше драмалық шығармалары сахналанып жүрді. Енді біз театрға тағы да кеңінен тоқталатын боламыз. Келесі сабақтарымызда бүгін грамматикаға кіріссек, жалпы жай сөйлем. Біз синтаксисті бастаған кезде жай сөйлемнің айтылу мақсаты, құрылымдық ерекшеліктерін айтып өттік. Жай сөйлем бір немесе бірнеше сөз бен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің негізгі ерекшелігі құрамындағы сөздер өзара бір-бірімен семантикалық бірлікте болады. Екпін, тұтастығы, сөздердің орын тәртібі сақталады. Құрылымы жағынан жай сөйлем бірнеше түрге бөлінеді. Құрылымы жағынан жай сөйлем жақты және жақсыз, жалаң және жайылма, болымды және болымсыз, етістікті, есімді, толымды, толымсыз және атаулы сөйлем болып жіктеледі екен. Бұлардың барлығымыз бір-бірлеп, жекелеп алдағы уақыттарда өтеміз. Жақты, жақсыз деп отырғанымыз, яғни сөйлемнің ішінде бастауыштың болу-болмауына қарай бөлінеді. Яғни мысалы, мен бүгін мектепке барамын дейтін болсақ, кім мектепке баратын? Мен. Ол жерде яғни бастауышы бар, демек ол бізде жақты сөйлем болады. Ауылға бара жатыр дейтін болсақ, ол жерде сіз бастауышы таппауыңыз мүмкін, бірақ жасырын тұр. Олар ауылға бара жатыр. Сіз жасырын тұрған бастауышты тауып алсаңыз, ол тағы да жақты сөйлем болады. Яғни жақты сөйлем бастауышы болу керек, немесе жасырын тұру керек. Ал мүлдем жақсыз сөйлемдер болады. Сіз оны жасырын тұрған күйінде де таба алмайсыз. Одан кейін ол сөйлемнің ішінде мүлдем болмайды. Яғни бастауышы жоқ сөйлемдер. Келесі жалаң және жайылма деп отырғанымыз сөйлемдегі тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелердің қатысуына байланысты. Яғни сіздер білесіздер, тұрлаулы мүшелер бастауыш пен баяндауыш, тұрлаусыз мүшелер
анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Яғни жалаң сөйлем деп отырғанымыз бастауыш пен баяндауыштың қатысу арқылы ғана жасалады. Мен барамын, не істеймін, барамын, кім, мен, Ал жайылма деп отырғанымыз өзге де тұрлаусыз мүшелердің қатысуы арқылы, яғни анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыштың қатысуы арқылы жасалатын сөйлемдер қатарын айтамыз. Болымды, болымсыз әрекеттің, объектінің жалпы субъектімен арақатынасындағы істің болу болмауын сол анықтайтын сөйлем. Болымды сөйлем деп отырғанымыз, яғни ол ертең мектепке барады. Ал егер ол ертең мектепке бармайды дейтін болсақ, әрекет мүлдем орындалған жоқ, демек ол болымсыз сөйлем. Сіздер білесіздер, болымды етістіктерде маме, папе, папе қосымшалары арқылы жасалатын. Келесі бізде етістікті есімді сөйлемдер. Етістікті аты айтып тұрғандай, ол жерде күрделі етістік те болуы мүмкін, дара етістіктің қатысу арқылы мүмкін. Жалпы сөйлемде етістіктің болуы. Ал есімді сөйлемдер деп отырған тап сол секілді есім сөздердің қатары сөйлемде кездесуі. Келесі толымды, толымсыз сөйлемдер ойға қатысты мүшелердің барлығының қатысуы. Яғни ойға толықтауыш қажет болып, толықтауыштың қатысуы ол толымды сөйлемдер. Ал толымсыз сөйлемдер ол жерде бір нәрсенің жетіспеуі мүмкін. Мекен жетіспей қалса, ол пысықтауыштың жетіспей қалуы, я болмаса сыны, сапасы, түсі жетіспей қалса, сол жерде сөйлемнің ішінде ол анықтауыштың жетіспей. Яғни бұл сөйлемді біздерде толымсыз сөйлемдер деп атаймыз. Мен әдейі мысалдарын берген жоқпын, себебі алдағы уақытта теориялық бөлімде біз мысалдар арқылы, сөйлемдерді талдау арқылы, мәтіннің ішінен тірек сөздер арқылы осы сөйлемдерді табу арқылы әлі талай талдайтын боламыз. Атаулы сөйлем сіздерге белгілі, яғни атап қана көрсетеді. Мысалы, түн немесе айлы түн, жап-жарық аспан, яғни сөйлемді тек қана атаулы формалық нұсқада көрсетіп кетеді. Келесі жай сөйлемнің айтылу мақсатына қарай сіздердің естеріңізге түсіріп жіберейік, себебі 6-90-ның соңына қарай біз бұларды қайталаған болатынбыз. Хабарлы, сұраулы, лепті және бұйрықты. Хабарлы сөйлем деп отырғанымыз белгілі бір дүниені баяндау, хабарлау мақсатында, сұраулы сөйлем деп отырған жауап алу мақсатында, яғни сұраулының жетекші сұрақ арқылы, ашық сұрақ арқылы деген сияқты біз өткен болатынбыз. Одан кейінгісі лепті, яғни адамның эмоциясын білдіру, ол жерде мүмкін қуаныш болуы мүмкін, немесе керісінше өкініш болуы мүмкін. Яғни соңына леп белгісі қойылатын сөйлемдер. Ал бұйрықты деп отырғанымыз, ол бізде бұйрық беру мақсатында көбінесе айтылатын сөйлемдердің қатары. Бұл бізде өткен тақырып, сіздердің естеріңізге түсіріп жатырмыз. Енді сіздермен кері байланыс жасайын, жаңа менің айтып өткен теорияларымды бір-бір есімізге түсіріп шығайық. Сөйлемде тұрлаусыз мүшелердің болу болмауына қарай сөйлемдер қалай жіктеледі? Яғни тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер. Мен айттым, тұрлаулы мүше деп отырғанымыз бастауыш және баяндауыш, тұрлаусыз мүшелер деп отырғанымыз анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш дедім. Демек, егер тек қана бастауыш пен баяндауыштың тіркесуінен, солардың тіркесуі арқылы жасалатын болса, қандай сөйлем еді? Ол бізде жалаң сөйлем еді. Келесі, бізде басқа да тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш қатысатын болса сөйлемде, онда ол бізде жайылма сөйлемеді, Осын сіздерге кері байланыс жасап жатыр. Келесі бізде сөйлемде бастауыштың болу болмауына қарай болып бөлінеді дедік. Яғни сөйлемде бастауышы болатын болса, кім не деген сұраққа жауап беретін бастауышты біз көретін болсақ, онда ол бізде қалай еді? Жақты сөйлем еді, яғни сөйлемнің ішінде бастауыш болса жақты сөйлем. Ал егер сөйлемнің ішінде мүлдем бастауыш араласпаса, біз бастауышты таба алмасақ, тіпті жасырын түрде де бастауыш болмаса, ол онда бізде қандай сөйлем еді? Ол жақсыз сөйлем еді. Келесі бізде объективті болмыстың, ойлаған ойдың, іс-әрекеттің орындалғанын, не орындалатынын, орындалмағанын, немесе мүлдем болмайтынын хабарлайтын сөйлем. Ол бізде қандай сөйлем еді? Болымды және болымсыз, Мен жаңа айтып кеттім, маме, папе қосымшалар арқылы көбінесе ажырататын едік дедім, болымсыз сөйлемдер. Мінекей кері байланысты орнатып болдық. Енді сіздерге үйге тапсырма. Жай сөйлемге тән ережелерді қайталау, жалпы жай сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты жіктелімдердің барлығын қайталайсыздар, ережелерді оқисыздар, айтылу мақсатына қарай сөйлемдерді ажыратасыздар. Одан кейін өзің көрген бір спектакль бойынша ой толғау жазу. Сіздер, мен ойлаймын, 6 сыныпқа дейінгі уақытта сіздер мектеп қабырғасында жүргенде болсын, мүмкін ата-аналарыңызбен, мүмкін достарыңызбен театрға барған болуларыңыз керек. Бізде көптеген спектакльдер бар. Қазір әсіресе сіздердің жастарыңыздағы жасөспірімдеріне алған Жусан иісі, Қара шекті,
пен, бір түп алмағашы сынды спектакльдік көріністер бар. Қайсысын сіз көрдіңіз, я болмаса мүлдем театрға бармадық деген болсаңыздар, ондай болса драмалық шығармаларды оқу. Яғни сіздер қандай драмалық шығармаларды осы кезге дейін оқыдыңыздар, сол бойынша өздеріңіз қолдана отырып ой толғау, яғни кішігірім эссе жазасыздар. Эссенің ішіне міндетті түрде жаңа айтып өтірген жай сөйлемдердің түрлерінің барлығын қатыстыра отырып сөйлемдеріңізді бекітесіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.